Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі менің айтатын тақырыбым таңертең аш қарынға жылы су ішудің пайдасы. Видеоны көрмей тұрып подписаться мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Қарапайым қара суды таңертең аш қарынға ішу ағзаға айтарлықтай пайдасы бар. Егер сіз асқазанды және ішекті зиянды заттардан тазартып, үдететін диеталарсыз ағарықтап, артериялық қысымды реттеп және теріні безеу мен майлы жылтырдан арылтқыңыз келсе, аш қарынға жылы су ішіңіз, және оның пайдасы айқын көріне бастайды. Біз түнде ұйықтағанда ішек қабырғасына бір түннің ішінде ас қорытудың қалдықтары мен улы заттары жиналып қалады. Ал таңертең аш қарынға жылы су ішу бұның бәрін шайып шығады. Нәтижесінде асқазан ішек жолдары төмендетіліп, өз жұмысын бастайды және тазарады. Егер сіз күн сайын таңертең өзіңізді осындай қарапайым рәсімге үйретсеңіз, ол қан қысымына оң әсерін тигізетін ағзаның сілтілі балансын қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ суды асықпай аздап ұрттап ішкен дұрыс. Мұны ұйқыдан тұрғаннан кейін аш қарынға жасау керек. Дәмін жақсарту үшін кішкене бал немесе лимон тілімін қосуға болады. Сонымен бірге суға лимон қосып ішудің қарсы көрсеткіштері бар. Оны асқазанның қышқылдық деңгейі жоғары болған жағдайда қосуға болмайды. Сондай-ақ созылмалы және жіті гастрит немесе асқазан жарасы да қарсы көрсеткіштер болып табылады. Мұндай жағдайда судың өзін ғана немесе бал қосып ішкен жөн. Жылы су ішу арқылы асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартасыз, өттің қызметін жақсартасыз, іш қату, желдену секілді аурулардан толық айығуға болады. Достар, менің сіздер үшін жасаған видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыз, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.